татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Бірлік керек ағайын, аса түссін бейбітшілік жағдайын. Бірлік керек ағайын, елдің басын біріктірер әрдайым. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар және оқушылар. 1 мамыр бірлік күніне арналған Қазақстан достық мекенаты мерекелік іс-шарамызды ашық деп жариялаймыз. Мақсаты Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері бір-бірімен бауырластық, бейбітшілік, ынтымақтастық, әділдік, ауызбіршілік қарым-қатынаста өмір сүріп жатқанын ұғындыру, ұлтаралық мәдениеттілікті бойларына сіңіру. Бүгінгі фестиваль 3 кезеңнен тұрады. 1-ші таныстыру, 2-ші өз өнерлері, 3-ші ұлттық тағамдары. Бүгін біздің оқушылар бірнеше ұлт өкілдерінің елдеріне сіздерді саяхатқа шақырады. Ал енді бүгінгі фестивальға қатысушы ұлттарды ортаға шақырамыз. 1-ші ұйғыр ұлты. Шешен ұлты. Түрік ұлты. Әлем сүйген салтымыз бар, бейбітшілік ел ұраны, өмір сүйген Кәріс ұлты. салтымыз бар, бейбіт елден біз олана. Халықтар өмірді қорғайна, әділет Өзбек ұлты. қолдайна. Шырғандар тіл достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Неміс ұлты. Достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Орыс ұлты. Бүгіннде ертең нұрлы, болдырмаймыз соғыс өртен. Достар бере сауқатын, Дүнген ұлты. халықтар өмірді қорғайна, әділет ұранын қолдайна. Шырғандар кел достар әр елде, Қазақ ұлты. жасасын әлемде. Шырғандар кел достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Фестивалімізге алтын уақыттарын бөліп, арнайы келіп отырған қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Шу аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Эльмира Ақылбекқызы. Шу аудандық ардагерлер алқасының мүшесі Иманова Айжат Болатовна, Бейсенбаева Дәнен апай. Ауыл ақсақалдар төрағасы Хайранов Болат Алпысбайұлы. Түрік этномәдени орталығының басшысы Тагиров Бинали Илясович. Бәйтерек балабақшасының басшысы Айманбетова Гүлфиза Жуаспаевна. Ардагер ұстаздар Болшанова Жұмакүл Болшанқызы. Әлімқожаева Шолпан Базыловна. Алғы сөз Шу аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Эльмира Ақылбекқызына беріледі. Армысыздар, Қонаев ауылының тұрғындары, мектеп ұжымы, мектеп оқушылары, сіздерді мынау 1 мамыр
Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай ұйымдастырылып отқан фестивальға шақырып отқандарыңызға, осы жаққа менің қатысып отқаным мен үшін үлкен мәртебе. Мынау ұйымдастырып отқан фестивальдарыңызға сәттілік тілеймін. Кеше ғана өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясы өтіп, мемлекет басшысы алдымызға осы халықтар бірлігін нығайту бағытында бірталай тапсырмалар қойды, міндеттер қойды. Осы міндеттерге бірлесіп жету біздің парызымыз деп білемін. Сіздерге алда келе жатқан мереке күніне орай отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, бірлік тілеймін. Ауылымыздың ақсақалдарынан бата алайық. Ассаламу алейкум, құрметті ауылдастар, ұстаздар, оқушылар. 1 мамыр День солидарности дейді. Бұрындан келе жатқан мейрам, бүгінгі дайындалған мерекесі құтты болсын. Әрқайсысына жеңіс тілеймін. Ал құрметті бүгінгі фестивальға, Қазақстан достығы фестиваліне жиналған ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге осындай достық, біз өзі Қонаев ауылы үлкен көп ұлтты ауылымыз, осындай достығымыз жарасып, осындай әрқашан осындай мейрамымыз болып, жақсылықта, қуанышта басымыз қосылып, осындай фестивальдарды жылда өткізіп, татулықта бірге болайық. Құрметті мына жиынға қатысып отқан ата-аналар, оқушылар, бүгін сіздердің мектептеріңізде өте ерекше мереке өтіп жатыр. Бұл әрқайсыларыңыздың жүрегіңіздерге мейірім ұялататын, бір-бірлеріңізге деген ықыластарыңызды, шын пейілдеріңізді, мына қазақ халқының ұлы Төле би бабасының атындағы мектепте оқисыздар. Төле би бабамыздың аруағы қолдап жүрсін сіздерді. Қонаев аталарының ауылында тұрасыздар. Яғни сіздер ауданымызда барлық мектептерге, барлық ауылға үлгі болатын азаматсыздар. Өйткені барлық сіздердің көрген тәрбиелеріңіз, барлық жақсы мейірім шапағаттарыңыз осы алғашқы бірінші А әрпін бастаған мектептен басталады. Бүгін мектепке қатысып келіп отырған, сіздердің жиындарыңызға қатысып отырған апайларыңыз, зейнеткер болса да, үйде отырса да, о кісілер осы сіздердің халқымыздың, еліміздің тілеуін тілеп отырады. Өйткені ата-баба дәстүрі халықтан халыққа жалғасып келе жатқан. Бірнеше ғасырдан бері өмір сүріп келе жатқан атамыздың тарихы, ата-бабаларымыздың тарихы бізді еш уақытта ешқандай ұлтқа, ешқандай жікке, ешқандай жүзге бөлмеген ауыз біршілік. Ардагерлер ұйымының өзінің ең негізгі атқарып отқан жұмысының өзі ауыз біршілік. Үлкен ата-әжелер тек қана сіздердің қызықтарыңызды, қуаныштарыңызды көрсін. Қызықтарыңызға, қуаныштарыңызға марқайсын, халқымыз өркендесін. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазіргі бізге жолдап, халқымызға өсиет етіп, сіздерге айтып жатқан ең бірінші керек нәрсесі біздің ауыз біршілігіміз, халықтарымыздың бірлігі, тек қана жақсылықта ғана өмір сүруге Алла нәсіп етсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл мереке табиғат мерекесі бір жағынан. 1 мамыр бұл халқымыздың береке, бірлік, ынтымақ, мейірім күні құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, дендеріңізге саулық берсін.
Мына ұжымға көптен көп рахмет. Бір баланы дайындаудың өзі оңай емес, ұстаздарға білеміз, жүрегіміз сезіп тұрады. Бүкіл мектепті дайындау, бүкіл ауылға, бүкіл көрсету. Міне бүгін сіздердің мерейлеріңіз үстем болсын. Алла тағала дендеріңізге саулық берсін, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Ата-аналарыңыздың ойынан шығатын азамат болыңыздар. Жолдарыңыз ақ болсын. Ең жүлделі орындарға ие болыңыздар. Тілектеспіз. Ардақтап анасын, құрметтеп данасын, бауырға басқанбыз баршаның баласын, татулық достықтың киелі бесігі, мейірбан ұлы отан, қазақтың даласы. Еркіндік қыраны шарықта, елдікке шақырып тірлікте, алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте. Бүлдіршіндерімізді өзбек биімен қарсы алыңыздар. бір болсын қайда жүрсек тілегіміз, бірлік барда тірлік бар деген бабам, бірлік деп бірге соққан жүрегіміз. Ал енді фестиваліміздің кезеңдеріне кезек берсек, бірінші болып бастайтын ұйғыр ұлты. Сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға ұйғыр ұлтын шақырамыз. Ассаламу алейкум, біз ұйғыр құқығын таныстырамыз. Жалпы ұйғырларды біз тараншы деп атаймыз. Олар сонау 1876 жылдан бері қазақ жеріне қоныс аударған, яғни жоңғар шапқыншылығы тарағаннан кейін қазақ жеріне қоныс аударып келеді. Жалпы ұйғырлардың тұрақты жері ол Шығыс Түркістан, Шыңжаң ұйғыр автономиясы. Онда 12 миллион ұйғыр тұрады екен.
көрсететін Әзірбайжан ұлты. Әзірбайжан ұлтын сәлеметсіздер ме? Біз Әзірбайжан ұлтын таныстырмақшымыз. Әзірбайжан халқы Кавказ оңтүстік шығысында орналасқан мемлекет. Негізгі заңы 1995 жылы 12 қарашада қабылданған. Украина ұлтын шақырамыз. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня я вас познакомлю с Украиной. В 1922 году Украинская республика вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. В данный момент там проживает 36 миллионов человек. Весняночка, весняночка, де ти зимувала, я садочку на клиночку, сорочечку брала. Там у лісі, даю з лісі, сова воду дує, заспіваю співаночку, нехай вона чує. Вимички, зею, 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 зеленої землі. Келесі шешен ұлты. Добрый день, наши дорогие друзья! Мы представляем чеченскую национальность. Представители чеченской национальности проживают в Казахстане с 1944 года. Ортаға түрік ұлтын шақырамыз. Добрый день, уважаемые гости! Поздравляем вас с праздником единства народа Казахстана и представляем турецкий этнос.
шақырамыз. Корейліктің таныстыруға келіп тұрмыз. Жалпы корейліктер үшке бөлінеді: Корей сарам, Жосон сарам, Хонгук сарам. Қазақстан Республикасында тұратын корейліктер өздерін Корей сарам, яғни Корей елінің адамдары деп атайды. 1939 жылғы депортация салдарынан Қазақстанға 96.453 корей күштеп көшірілген. Сәлеметсіздер ме? Біз өзбек ұлтын таныстыруға келіп тұрмыз. Өзбекстан елінің негізгі халқы түркітілдес ұлт. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев. Халықтың жалпы саны 30 миллион адамға жетеді. Орталық Азияда, соның ішінде Тәжікстанда, Қазақстанда, Қырғызстанда, Түркменстанда және де Ауғанстан, Қытай, тағы басқа елдерде өмір сүреді. Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан және Ауғанстанмен шектеседі. Ортаға неміс ұлтын шақырамыз. Здравствуйте, уважаемые гости и участники нашего фестиваля. Вас приветствует 8 Б-класс. Мы представляем вашему вниманию немецкий народ. Среди этносов нашей страны немцы занимают 7-е место по численности. История этого народа в Казахстане берет свое начало с середины 18 века. Императрица Екатерина II подписала 2 манифеста о позволении иностранцам поселиться в Российской империи. Их целью было создание земледельческих колоний и заселение необжитых территорий. В то же самое время небольшие группы прибывших немецких колонистов стали заселяться на территории Казахстана. Первое немецкое село появилось в 1895 году и называлось Фриденсфельд, что в переводе означает «мирное поле». Сейчас оно носит
носит имя Кабанбай-Батыра и находится в 45 километрах от столицы. Во время Столыпинской реформы в 1905-1911 годах на севере Казахстана немцы основали уже десятки поселений. В 1941 году начались сталинские репрессии. Всего за годы войны из европейской части СССР и Кавказа было депортировано 950 тысяч немцев. Молодежного культурного центра «Немецкое джерело». Русские — этническая группа Казахстана. Русская массовая эмиграция в Казахстан имела несколько этапов и была связана с государственной политикой России начала XVIII века. Первыми прибыли в Казахстан казахи и русские военные чины. Они жили в станицах и военных укреплениях вдоль пограничной линии. Позже, в период усиления колонизации Казахстана, начали прибывать переселившиеся крестьяне, мещане и солдаты. Начиная с 60-х годов XIX века русские крестьяне стали переселяться на казахские земли. Песенка о счастье и о любви, песенка знакомая и мотив простой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Ты счастливо не справишься, теперь ты будешь мой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Счастливо не справишься, теперь ты будешь мой. беріледі. Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с дунганским народом. Определенную роль сыграли потомки смешанных браков арабов и китаянок, торговые общины которых с 18 века поколениями жили в портовых китайских городах, с китаянками, что нашло отражение в фольклоре Хуэй и в их легендах.
Дунгане в Казахстане в первое десятилетие 21 века превратились в крупнейшую дунганскую общину в Центральноазиатском регионе, опередив Дунган, Киргизии и Узбекистана. 3000 дунганских беженцев поселились на территории Российской империи одной волной в 1880-е годы и за несколько десятилетий превратились в одну из самых многочисленных и быстрорастущих этнических общин республики. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз үйі жер сияқты жып-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адам құл болғаны құрысын, жойқын соғыс, зұлымдардан жойылмай қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың. Қазақ ұлтын қабыл алыңыздар.
бабамдар, дастарханды жайыбас, ұсынамыз дайынас. Әр ұлттың ұлттық тағамдарын қабыл алыңыздар. Әншілер қырдалада, бейшілер мұң бұралып билегенде, тебіренер сілкініп жер анада. Кішкентай қыздарымызды таранды лабимен қарсы алыңыздар. Ата салтым, асыл мұрам, ардағым, бабалардың жалғастырар арманын, сан ғасырда қалпын бұзбас қадірім, өткенімді бүгін менен жалғадым. Қазіргі заман қыз бала тәрбиелесіне ерекше мән беруді қажет етеді. Қыз баланы тәрбиелеу, ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Отбасы қоғам бір бөлшегі, ал отбасының алтын қазығы әйел адам. Сондықтан да бүгінгі ұлттық салт дәстүрімізді қыз бала тәрбиесіне байланысты тұстарын көрсетпекпіз. Қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жазын жайрандаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам демекші. Қазақ халқы қыз болашақ ана, шаңырақтың берекесі деп қыз тәрбиесіне ерекше мән берген. Қыздарын қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ерекше мәпелеп, аялап өсірген. Қызды қонақ деп үйдің оң жақ төрінен орын берген. Қызым үйде, қылығы түзде демекші, қыздың жүріс тұрысына, киген киіміне, сөйлеген сөзіне үлкен мән беріп, жауапкершілікпен қараған. Біз қазір сіздерге қыз тәрбиесіне байланысты дәстүрлеріміздің бірі қызға шашбау рәсімін көрсетеміз.
көтерерсің жақтың қара қасты, түсінен ұқсатарсың меруерт тасты. Сымбатты көркем бойы тал шыбықтай, қара көз, сұңғақ бойлы сүмбіл шашты. Еркежан, айналайын Еркежан, қане келе қойшы, сені анаң шақырады. Шырағым қызым, бүгін сен үшін ерекше күн. Енді кішкентай қыз емессің, Аллаға шүкір бойды деп есейіп келесің. Осының белгісі ретінде дәстүріміз бойынша бүгін сенің шашыңа шашбау таққалы отырмыз. Алдымен әжеңді тыңдап ала ғой. Келе ғой, отыршы жаныма. Жарығым, күнім менің. Аллаға сансыз шүкір, осы күнді де көрдім-ау. Мына шашбауды үшін арнайы таза күмістен соқтырдым. Қарашы, өзің қандай әдемі болсаң, шашбауын да сондай көркем. Шашбау қарапайым әшекей емес, оның тәрбиелік мәні ерекше. Қазір жеңген екі бұрымына қосып, өріп тағып береді. Бұл сенің бойжеткеніңнің белгісі. Бұдан былай секеңдеп жүруші болма. Кеудеңді тік ұстап, сабырлы бол. Шашбау ол сенің шашыңды сәндеп қана қоймай, өсуіне де әсер етеді. Жын шайтан аулақ жүретін болады. Еңсен тіктеліп, омыртқан түзу өседі. Жарайды әже. Иә, әже дұрыс айтады. Бұдан былай жүріп тұрғанда шашбауының сылдыры құлаққа жағымды, судың сылдырындай ғана естісін. Сен қалқам отбасының құты, әулетінің абыройсың. Осыны үнемі жадыңда сақта. Міне, дайын бол, түфәй, тіл көзден сақтасын. Тағы бойыңа қандай жарасымды. Қане қалқам, ортаға шыға ғой. Көрейік бізде сәніңді, салтанатыңды. Көрімдігімді берейін. Мына сырғаны арнайы осы күнге сақтап жүредім. Көрімдігім деп қабыл ал. Барлықтарыңызға көп рахмет. Енді қызыма батастырайын. Ауылымыздың анасы сыйлы қариясы өзіңіз. Қызымның дені сау, бақытты болсын, батаңызды беріңіз. Талдай бой берсін, терең ой берсін. Жанын жаздай болсын, арын қандай болсын. Ата-ана қуат бол, отбасына шуақ бол. Өсе бердің қарағым, қызғалдақтай жайқалып. Бақытты бол алыстан, тұратындай байқалып. Әу! Міне тамаша. Мына шекелер келбетіне қандай жарасымды. Кәне, сұлу да сымбатыңды тамашалайық. Ақырын ғана жүріп көрші. Мына дала шашбауы мен сырғаның сыңғырына бөленсін. Бүрмелі көйлек тұрғандай өзі қимылсыз билеп иықта жарасып берген. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына мен қуаныс екен бар қазақ, мен қазақпын түрің қазақ, тіл қазақ, мен қазақ. Бізге берік ұлы достық, бірлік қылып, тілек қостық, ұлы мақсат биігіне, дос жолына жүрек тостық. Достық біздің тірегіміз, бірге соғар жүрегіміз, оттай ыстық бір-біріне одақтасқан ұлы еліміз. Әбдіғаппар Темірланның орындауында мен қазақтың баласы әнін қабыл алыңыздар.
болған ең мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Төгіп қалса темір үзіп кетеді, өтеді. Қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан алла банасы, есігі байтақ даласы. Алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы. Қазақтың қазағын қорғаған қол қалған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Дұшпанның жаласы, жұрт ермеден табылатын дауасы. Жанын берер барын берер ел үшін, жер үшін. Сенде мықты мен қазақтың баласы. Шоқпан түссе тақым қысар анасы, тулап кетсе тас көтер тарасы. Ел сенімін ақтаған сатпаған, отты жүрек мен қазақтың баласы. Жаратқан алла банасы, есігі байтақ даласы. Алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақтығын қорғаған қол қалған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Басымды иіп, тіземді бүгіп тұрып, ажарымда айдындай шуақ тынып, отанымды сүйемін күліп тұрып, отанымды сүйемін жылап тұрып дей келе, Атамекен әнімен мектебіміздің музыка пән мұғалімі, өнер үйірмесінің көркемдік жетекшісі Агалиев Батыр Хасанұлын шақырамыз. Жасы жайлау, төкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Маңдайымна сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Айда жүрсем Атамекен көкейімде жада мекен, күннің өзі ұясына қимай оны батыр екен. Жасы жайлау, төкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Күннің нұры, айдың аппақ сәулесі, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсем Атамекен көкейімде жада мекен, күннің өзі ұясына қимай оны батыр екен. Күннің өзі ұясына
мектеп директоры Султанова Махаббат Төлегенқызына беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, келген қонақтар. Мінекей алда келе жатқан 1 мамыр мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтай отырып, бүгін мектеп ұжымына, ата-аналарға, оқушыларға, тәрбие орынбасарларына, аға бажатыларға ерекше алғыс айтқым келеді. Қазақстан бір шаңырақ астына барлық ұлттың баласын жинағандықтан, бүгін біздің фестиваліміздің мақсаты да, мағынасы да барлығы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Бірлігі жарасқан мемлекет болып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, достығымыз артып, әрдайым тату-тәтті өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Тек қана бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, отбасымызда тек қана амандық болсын. Оқушылар, ұстаздар, сіздерге ерекше алғыс. Рахмет. Енді бізде Шу аудандық аналар алқасының төрайымы Айжан Болатқызы келіп отыр. Сол кісі сіздерге арнаған өзінің құттықтауын жеткізсем деген ойда. Құрметті қымбатты ауыл тұрғындары, келген қонақтар, оқушылар, ұстаздар, администрация, мектептің басшысы, керемет мына ұйымдастырған дүние, біз енді өмірге қайтадан бір келіп, үлкен тойға келіп отырғандай болып отырмыз. Біздің енді сіздерге дегенде ықыласымыз ерекше. Әлемде 3 нұр бар екен. Ол күннің нұры, ананың нұры, ол Алла тағаланың нұры екен. Мінекей, бүгінгі күн бір керемет нұрлы күн болып тұр. Мына жердегі қатысқан қанша оқушы болса, сонша оқушының ата-анасы үйінде көмектесіп, сол баланың киіміне, соның жаңа жасап баратын дүниесіне барлығы атсалысты. Бұл деген ауыл, осы Қонаев ауылы Шу ауданындағы ең үлкен ауыл. Бірінші Шу қаласы, 45 мыңнан астам халқы бар. Одан кейінгі екінші орында сіздердің ауылдарыңыз. Мынандай үлкен ауылда бүгінгі бірнеше ұлттың 24-тен астам ұлт тұрады дейді. Осы ұлттың бірлігін, осы ұлттың керемет жаңағы бірге өмір сүріп, сіздердің барлықтарыңыз туысқандай болып отырғандарыңыз, осы білім ошағынан алып отырған тәрбиенің көп бір 50% бар деп ойлаймын. Себебі осында отырған барлық балаларға, кейбір қазақтың баласы жаңа корейше де билеп жүр, кейбір корейс балалар жаңа чешенше де билеп жүр. Керемет тамаша, сіздердің өнерлеріңізге де қызығып отырмыз. Айналайын, балалар, жолдарың болсын. Биыл мектеп бітіремін деп отырған мектеп бітіруші балалар, жолдарың ақ болсын, армандарың орындалсын. Ал енді ұстаздар, міне сіздердің еңбектеріңізді үйреніп, керемет дүние жасаватсыздар. Мынандай мектеп бұл Шу ауданында жоқ мектеп. Лицей мен гимназияларда мына мектеп жоқ. Бұл мектептің осындай әрленуіне, осындай әдемі болуына үлесін қосқан мен осы мектептің басшысы Махаббат Төлегеннің еңбегі деп ойлаймын. Соны өзім де көзіммен көріп жүрмін. Мен де мектептің басшысы болдым. Керемет мектепте ауылдарыңыз жайнап, Шу ауданында қазір бірінші орындағы ауылсыздар. Барлық жағдай жасалынған. Сондықтан сіздердің өмірлеріңізде сондай әдемі жасалынсын, әдемі болсын. Ауылда артық жаман дүние болмасын, тек қана істеріңіз жақсылыққа басталсын. Қуанып отырмыз. Біз Шу аудандық ардагерлер ұйымынан келгендіктен Шу ауданынан барлық ауылдарын аралаймыз, сіздерді таратамыз, үлгі етеміз. Аман болыңыздар. Келесі осындай жақсы жерде кездескенде күн жассын, нәсіп етсін Алла тағала. Ал енді сіздердің күлкілеріңізде, жүздеріңізде осы күнде осындай болсын. Ұстаздар, сіздерге рахмет. Бұның барлық ұстаздардың арқасы. Осындай ұстаздарға рахмет. Еш сөнбесін туған елім шырағың, самғай берсін қосқан атты пырағың, бейбітшілік билік құрып төрінде шалқи берсін.
үзілмесін жыр әнің. Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, осымен 1 мамыр бірлік күніне орай дайындалған Қазақстан достық мекен атты мерекелік іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға саулық, отбасыларыңызға амандық тілеп, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.